Kımbatlı kudalar, kudariler, mınau toyga kelgen toyşul kavım, mınau menin жаңағы балаларым, қайындарым, мынау қайын сіңілдерім, міне осы бүгін міне біздің әулетте ақ түйенің қарны жарылып жатыр. Өйткені біз осы неше күннен бері, осы сыбысты естігеннен бері барлығымыздың қуанышымызда шек жоқ. Өйткені мынау Нұржігіт жаңа айтты ғой, сол Нұржігіттің ағасы Жеңіс ана айтып кетті ғой. Сол менің қайным бала бір жағынан айтты жаңа, енді сол мен келген кезде сол Нұржігітім 7-ші класста оқиды екен. Міне содан бері осыларменен келе жатырмыз. Осы Нұржігітімнің көзінің ағыменен қарасындай 3 балапаны бар. 2 қыз, 1 ұлы. Сіздер білесіздер. Енді қыздарын айтып жатыр, қыздары. Ана бір Жұлдыз деген қызым кеше де айтты, бүгін де айтты, қасқыр қызым деп. Демесе де осы 2 қызы бірінен бір өткен. Өйткені осы бауырым деп бауыр еттерін жұлып беріп жатқан осы екеуі. Сөйтіп барып осы барлығын кешелі бері төгіп жатыр неше күннен бері. Соның арқасында міне осындай көл-көсір той болып жатыр. Осы бұл тойдың себепшісі жаңағы ағыменен қарасындай көзінің Нұржігітімнің Аманжолым. Сол Аманжолымыз бір баламыз 2 болып жатыр. Алтындай бір сұлу, ақылды қызды үйге әкеліп жатырмыз. Бір баламыз 2 болып жатыр. Соған біз өте қуаныштымыз. Енді сол 2 баламның жолы ашық болса екен деп отырмын. Солардың ұстасқан қолдары еш уақытта ажыраспеген, ажырамасын. Сол 2 бала бір-біріне сыйлы, екеуі бір-бірін еш уақытта ренжітпей, сондай екеуі сыйлы болса, олар бүткіл мынау өзінің достары бар, бауырлары бар, ата-аналары бар, соларға достар сыйлы болады. Өйткені біздің барлығымыздың тілегіміз сол екеуі бір-бірін жаңағы құрметтесе екен. Сол екеуінің қолдары еш уақытта ажыраспас екен деп тілейміз. Енді мынау кеше мына әлі жаңа айтып жатыр ғой. Бір көрген біліс, 2 көрген туыс деп. Мынандай бір кеше сол құдаларымызды, құдағиларымызды жаңағы соларды көріп, өзімнің жеке мысалы жүрегім толқып, өте жаңағы соларға риза болып отырмын. Барлығы да жаңағы ақ көңілді, ауыздарын ашса көмекейлері көрінетін құда-құдағилар екен. Құдай ұзағынан сүйіндірсін. Осындай мына құда 1000 жылдық
kүйеу 100 жылдық дейді екен ғой. Ал енді сол осындай құда күйеу емес, бара-бара біз туыс болып кетейік бір-біріменен. Қазірдің өзінде де араласып, бүгін міне жақын адамдардай, туыс адамдардай болып, бір-бірімізбенен құшақташтық. Енді айта берсек, өте көп, осы ең негізгісі осы балаларымыздың бақытты болуы. Аманжол қолыңа қондырған құсыңменен, сол құсыңды әр уақытта аялап, осы қалпыңша гүлдей қылып ұстағын жаным. Тату болыңдар. Ал енді мынау әрбір үйдің ер адамы сол үйдің алтын діңгегі. Сондықтан сол алтын діңгекті Аманжолыңды сыйла, қадірле. Екеуің бір жақсы үйлі болыңдар. Ал сол одан кейінгі менің тілейтінім, айтатыным, мынау бір жігітімді сыйлап өт жандарым. Қызым, мен келін демей, қызым дейін. Соның алдынан қиытпей, соның қабағына қарап, жаңағы бір жігітімді сыйлаңдар. Енді мынау ар-бері қыз демей, олар мынау жігіттей чауып жүрген екі аман кім жұлдызым менен салтанатым бар. Жұлдызым мынау қашаннан бері осы мынау басы жастыққа тимей, ұйықтамай зыр жүгіріп жүр. Соғыз сандуғашым, сол қыз кішкене демалсын. Қайда осы жерде қай уақыттан телевизор немене, телефон деген бар ғой. Біз соның бәрін көріп отырамыз. Оның келіп осы жерге келіп не істеп жүргенін. Енді ана салтанатым ғой кішкене қарағанды да ғой. О да келеді. Міне осылардың бәрін, осы мынау менің бауырларымда, келіндерімді, балаларымды әр уақытта жаңағы сыйлап өтіңдер жаным.